Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ауызда еритін сүзбелі пирогтың рецептісімен бөлісемін. Барлық ингредиенттердің мөлшерін описаниеден көре аласыз. Ұнға құмшекер, қопсытқыш, сары майды қосып, жақсылап араластырамыз, мучная крошка жасаймыз. Одан соң бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді осыны екі бөлікке бөліп алып, бірінші пирогымыздың астын жасаймыз, қалған бөлігімен шет-шеттерін жасап шығамыз. Пирогымыздың негізі дайын болды. Ендігі кезекте сүзбе, қаймақ, құмшекер, жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Бұл пирогты жасағанда ең маңыздысы біздің сүзбеміз түйін болып қалмау керек. Сондықтан мен осылай блендерге салып, жақсылап езіп алдым. Мінекей осындай масса шығу қажет. Енді осыны жаңағы пирогымыздың үстінен бір келкілетіп құйып шығамыз. Өз қалауларыңызша жеміс-жидектермен әсемдесеңіздер болады. Және де 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Суығаннан кейін міндетті түрде тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қоямыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Дәмі ауызда ериді, өте керемет. Рецепт ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз.